Бүгін үй жағдайындағы дәмді цезарь салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде бірге жасаңыздар. Бірінші грудинка мен чеснокты турап аламыз. Әдемі көріну үшін осылай жалпақ етіп тураймыз. Артынша чеснокты майдалап тураймыз. Сосын грудинканы қуырамыз. Артынша чеснок саламыз. Қызарып әдемі болғанша қуырамыз. Капустамызды ірілеу етіп тураймыз. Нанды пешке салып сухари жасап алса да болады, бірақ бізде жұмсақ күйде жақсы көреді, сондықтан да осылай мен тураймын. Ірілеу етіп турау керек. Міне осылай етіп қызарып пісу керек. Сырды да ірілеу етіп тураймыз. Жұмыртқаны турап аламыз. Тұзды дәміне қарай салып, майонезді саламыз. Дәмі өте керемет, үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.